Қайырлы күн, менің құрметті оқырмандарым. Менің арнама қош келдіңіздер. Мен бүгін асқабақтан тосап жасайын деп жатырмын. Бұл тосапты мен өзім бірнеше жылдан бері жасаймын. Дастарханда өте әдемі көрінеді, өте пайдалы. Жасалу жолында онша қиын емес. Сондықтан менімен бірге аяғына дейін болыңыздар, еш өкінбейсіздер. Ол үшін маған бір асқабақ керек болады, және 2 апельсин алдым, 2 лимон алдым. Әрине қант қажет болады. Қантты ең соңынан асқабақты турап болғаннан кейін өлшеп, сол өлшеміне қарай салатын боламыз. Мен енді өзімнің қажетті тағамдарымның бәрін жақсылап тұрып жуып алдым, жуып кептіріп алдым. Енді іске кірісейік. Ең бірінші асқабағымызды тазалап алайық. Ең қиыны осы. Сондықтан да асқабағымызды жақсылап тұрып, қабығынан аршып, әдемілеп тұрып. Мен енді асқабақтың қабығы өте қатты екен. Зорға деп қабығынан ажыратып алып жатырым. Тазалануы өте қиын болғанмен, бұл өте бір керемет көкөністердің бірі ғой енді. Өте пайдалы, жеңіл, мантыға да қосуға болады, салатқа да қосуға болады, буға, суға, духовкаде қуырып, әртүрлі тағамдардың бәрін жасай беруге болады. Өте бір ғаламат тағамдардың бірі. Мен енді зорға дегенде қабығының бәрін аршып болдым. Енді турап жатырым. Турағанда өте үлкен де емес, кішкентай да емес. Кубиктеп турап жатырым. Орташа қылып турап алып жатырым. Енді бұған имбир қосқанда бұдан да жақсы болатын еді. Мен имбир деген ұмытып кетіппін, ойымда жоқ. Үйге келгеннен кейін барып есіме бір түсті. Жарайды, дымды етпейді, әлі бұл алдарты емес. Әлі талай рет жасаймын, сол кезде қосармын деп, бұл жолы имбир қосып жатқан жоқпын. Имбирде осындай кубиктеп, или болмаса жіңішкелеп турап алғанда, піскеннен кейін имбирдің бір жаңағы әдемі бір қышқыл дәмі өте керемет болып жүреді. Сондықтан енді өте өкінішті болды. Мен бүгін имбирімді ұмытып кеткенім. Осыншама ұмытпайыншы деп ойлағам, сонда да ұмытып кетіппін. Енді бұл ең арзан тосаптардың бірі болады. Мен енді осы бір ғана асқабақты мен 200 теңгеге ғана сатып алдым. 2 апельсинім мен 2 лимоным 400 теңгеден 800 теңгедей болды. Бар жоғы 1000 теңге болады. Енді қантым ол енді үйден шығады. Сонда бұл тосапты мен 1000 теңгенің көлемінде ғана алып жасап жатырмын. Өте арзан әрі пайдалы тосаптардың бірі. Міне мен барлығында турап болдым. Лимонымды, апельсинімді барлығын турап болдым. Енді менің асқабағым 1 кило 600-дей болды. Мен енді оған 1 кило 200-дей ғана песок қосам, қант қосам. Асқабақ қантты онша қажет етпейді. Енді осылай жақсылап тұрып араластырып қоямыз да, мен түнге қалдырам. Түнде тұрған сайын қайта-қайта араластырып тұрам. Қант әбден езілу керек. Міне ертеңгісін қарағанда осындай болып, әзір болып тұр екен. Енді оны мен баяу отта қойып, жақсылап тұрып қайнатам. Міне қайнап та қалды. Енді әдеттегідей сол көбігін алып тастаймыз. Одан кейін мен бір қайнатамда
бір 5-10 минут қайнатам да айырып тастаймын отымды. Одан кейін қайтадан қайнатам да тағы айырып тастаймын. Одан кейін тағы да қайнатып, тағы да айырып тастаймын. 3 қайнатып, 3 рет демалтып алып, міне осындай болып шығады. Бұл енді қазір ыссы күйінде осындай болып тұрады. Енді әбден суығаннан кейін ана сироп деген жылтырап өте әдемі болады. Құрметті оқырмандар, менімен бірге болғандарыңыз үшін көп рахмет. Менің арнамда көптеген рецепттер бар. Мен өзімнің өмірлік тәжірибемді сіздермен бөлісіп отырғанды жақсы көрем. Сондықтан менің арнама жазылып, пікір қалдырып, достарыңызбен бөлісіп қойсаңыздар деген өтінішім бар. Мен күнбе-күн жаңа рецепттермен бөлісіп тұрам. Менімен бірге болғандарыңыз үшін көп рахмет. Міне менде бір асқабақтан осындай 300-700-лік шөлмекпенен осындай варенье шықты.